Есенбісіз тікелей таратып отырған бұл рух кз, ал мен Әуесбайдың қанаты. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында жастардың үлгі алуына заманауи Қазақстанның келбетін танытуға мүмкіндік беретін 100 жаңа есім жобасы ұсынылған болатын. Естеріңізде шығар. Бұл жоба жайында елбасы жастар өмірге шынайы көзбен қарап, өз тағдырларына өздері иелік ете алатын азаматтар болу үшін оларға үлгі ұсынуымыз керек деген болатын. Жаңа есім жобасы бүгінде өзінің батыры мен ақынын көрсеткісі келетін қалың жұртшылық тарапынан кең қолдау тауып, республикалық маңыздағы үздік тұлғалармен қатар әрбір облыстың, әрбір ауданның, тіпті әрбір мектептің, ұжымның үздік 100 тұлғасын тізімдеп шықты. Ой талқыға салатын бүгінгі тақырып осы. Біз жанында жүр жақсы адам деген сөздің байыбына бара бермейміз. Шын мәнінде тәуелсіздік дәуірінде өзінің еңбегімен, білімімен, өнерімен озып шыққан қаншама замандастарымыз бар. Олардың жүріп өткен жолдары кез келген статистикадан артық көрсеткіш. Енді студиямызға келіп отырған қонақтармен таныстыра кетейін, ал мен естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі біздің рух кз әдеттегідей тікелей эфирде Астана қаласынан шығып отыр. Бұл үшін Астананың кодын теріп 39 36 48 телефонына хабарласып, бүгінгі қонақтарымызға көкейлеріңіздегі сауалдарыңызды қоюға болады. Ендеше таныстырайын. Талғат Жұмағұлов, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы. Талғат мырза бүгін осы 100 жаңа есімнен бөлек тағы осы министрліктің өзінің жобасы бар екен. Сол туралы да айтып береді. Және біздің тұрақты спикеріміз Асхат Оралов, Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің жастар саясаты департаментінің директоры. Қош келдіңіз, Асеке. Және Олжас Беркінбаев, танымал журналист, бүгінде қоғамдық саяси жұмыстармен де айналысып жүрген, тағы да мынадай қызметі бар. Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасын жүзеге асыру бойынша сараптау тобының мүшесі. Қош келдіңіз. Рахмет. Баршаңызға ортақ сауал. Мына 100 жаңа есім жобасы былтыр жүзеге асты. Жалпы енді қазір сәнге айналған сөз бар, KPI деген, яғни бір пайдалы әсер коэффициенті десек те болады. Бір қандай нақты пайдасы болды? Асхат мырза, сізден бастайық. Енді қош көрдік. Енді өте қуаныштымын студияға келгенімізге. Бүгін бір өзекті, шыны керек, қызығушылығы артқан жобаны талқылап отырмыз. Жаңа есім, 100 жаңа есім. Ол өткен жылы елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының аясында осы Қазақстан Республикасының ақпарат және коммуникация министрлігінің бастауымен 100 жаңа есім жобасы іске асты. Қазіргі күні өткен аптада біз екінші кезең жария еттік. Қазір бұл жоба сіздерге өтті ме? Жоқ, ол сол ақпарат министрлігінде, бірақ өзім мен осы жылдан бастап жастар саясат департамент директор бола тұрып, осы жұмыс тобына мүше болып кірдім. Неге десеңіздер, осы 100 жаңа есім жобасы жастарсыз іске асыру мүмкін емес деп есептеймін. Қазіргі күннің өзі елбасымыз әрқашанда жастарға аса назар аударады. Жалпы еліміздің болашағы, халқымыздың болашағы, мемлекетіміздің болашағы әрі бүгінгі күні жастарға байланысты дейді ғой. Сондықтан да осы жалпы 100 жаңа есімге көбірек жастарды тартсақ деген мақсат қойып, өзімізге жалпы біздің үкіметтік емес ұйымдарды біріктіріп, осы жобаны бірлесіп атсалысуға шақырамыз. Жастардың қызығушылығы қалай? Өте жоғары деңгейде, мысал ретінде келтіріп кетсек, өткен жылы міне бірінші кезең аяқталды ғой. 100 жаңа есімде 32 адам, жалпы жастар. Жастар дегеніміз ол біздің заңымызға сәйкес 14-29 жас аралығында азаматтар еліміздің. 32 адам жалпы 100 жаңа есімнің қатарына кірді. Енді осы жылда біз енді барлық жастарымызды шақырып, 17 аймақтардың, бүкіл аудан, облыс орталықтарының, аудандардың жастарын шақырып, қазіргі күннің батырларын осы жобаға белсенді атсалысуға шақырамыз. Енді Олжас мырза, сіз былтыр осы жобаны жүзеге асырушылардың құрамында болдыңыз. Нақты қандай, енді көпшілік айтып жүрген жаңа тұлғаларды шығаруымыз керек деген сияқты ондай сөздерді бәріміз естіп жүрміз. Бірақ өзіңізге осы жобаның ең үлкен бір пайдасы қай тұрғыдан көрдіңіз? Пайдасы мынау елбасы мақаласында айтылғандай, жақсыны білу, жақсыны көру және еліміздің тәуелсіздік алған уақыттан бері 25 жылдың ішінде қандай мысалы тәуелсіздікпен біте қайнасып еліміздің әлеуметтік, экономикалық тұрғыдан дамуына үлес қосқан
азаматтардың өмірбаянына үңіліп оларды жете тану бақыты бұйырды. Сараптама жұмыс тобының мүшесі ретінде отырыстар болды. Ол сараптама жұмыс тобының құрамына Әділ Ахметов, Башмаков секілді белгілі танымал тұлғалар, дипломаттар, депутаттар мүше болды. Сонда байқағанымыз, бұл жерде 2000-нің үстінде 3000-ға жуық өтінім келіп түсті. Соның нәтижесінде былтырғы жылы 302 кісінің үміткерлігі қаралып, ең соңында 102 адам өтті, 100 адам. Сол кезде маған ең көп ерекше... Әттеген-ай, мынау адам өту керек еді деген тұлғалар болды ма? Ол жерде әрине болды. Ол 3000 адамның әрбірі елімізге өзіндік ерен еңбегі бар, өзінің үлесін қосқан кісілер. Енді бір нәрсені айта кеткім келеді. Осы сіз бағдарламаға шақырғаныңызға рахмет. Осы бағдарламаға келе жатып ойландым. Мысалы, бізде өткен жылы мысалы Сингапурда Энтони Роббинс дейтін әлемдік мотиватор дейді, коуч дейді, тренер дейді, сол кісінің семинары болды. Мен өзім көрдім, енді әлеуметтік желілердің арқасында көптеген замандастарымыз сол жаққа барды. Ақшасын төлеп, ана кісінің қонақ үйі бар, шығыны бар. Әрине оны Энтони Роббинстің өзі төлемейтін анық қой. Сөйтіп ана кісінің мотивация алып қайтты. Ал біз егер 100 есімді қарап отырсақ, ол кісіден де артық бізге айтатын, өмірмен бөлісе алатын тұлғалар бар екен. Елбасының сөз айтқандай, жаныңда жүр жақсы адам. Бізге өзгелер келіп жақсысын бере салмайды. Біз өзіміздің жанымыздағы жақсыларды біліп, бағалап, оның әрбірінің тағдырымен терең таныссақ, сонда біз елімізге, ертеңімізге зор үмітпен қараймыз. Сонда біз мысалы қазір еліміз адам капиталына баса мән беріп жатыр. Міне адами капиталға тереңірек үңілу үшін осы 100 есім жобасындағы әрбір азаматтың өмірін оқып шықса жеткілікті деп ойлаймын. Енді бір жағынан енді көбіне мына танымал азаматтар бар ғой, мысалы ақын, журналист, жазушы, немесе әнші деген сияқты. Оларды онсыз да халық біледі. Ал расында да бір тар аядағы мамандықтар бар ғой, мысалы бір кім деп айтайық, бір мүмкін бухгалтер болуы мүмкін. Олар енді көбінесе пиарға әуес емес, нақты сол сияқты бір тек қана мамандығының аясы тар, спецификалық мамандықтарды анықтауға мүмкіндік берді деп ойлайсыз ба? Иә, сұрағыңыз өте орынды. Мысалы, әдебиетте білесіздер, кішкентай адам дейтін бір ұғым бар. Бір кішкентай адамның айналасында бүкіл әлемдік мәселе өрбиді. Осы жерде мысалы бір әскери сержант болды. Күнделікті өзінің қызметін атқарып келе жатады. Өзі шағын бойлы жігіт, нағыз қазақы, ауылдың баласы. Үй өртеніп жатады. Сол өрттен барып кішкентай балаларды құтқарып алады. Соны айтса, үйіндегілер сенбейді, сенің қолыңнан қайдан келеді деп. Мысалы, сол жігіт осы 100 есімге енді. Ол туралы мысалы мен келіп отқан Қазконтент акционерлік қоғамына қарасты Ел.кз порталы арнайы бейнефильм түсіріп, оны ұсынды. Міне осындай біз көп танылмаған, ешкім білмейтін кісілердің өмірбаянын ұсынуымыз керек. Мысалы айта кетейін, Қостанай облысынан бір жігіттің кандидатурасы есімде қалды. Ғалым. Мысалы бізде қазір жастар бәрі бизнесмен болғысы келеді. Депутат болғысы келеді. Бастық болғысы келеді әйтеуір. Ал ол жігіт философиямен айналысады. Сол Қазақстан философтар қауымдастығының Қостанайдағы филиалын басқарады, конференцияға қатысқан. Ол өзінің мамандығын сүйіп, соны көрсетіп отыр, соның жемісін жеп отыр. Ол бір үлкен де жігіт емес. Бізбен өзімізбен қатарлас замандасымыз. Бастық болу мақсат емес дейсіз ғой бір жағынан. Иә, бұл жобада мысалы адам болу мақсат бәріміздің де. Елбасы айтатындай, мысалы әрбіріміз Қазақстанды сүйіп, өзіміздің мамандығымызды дұрыс атқарсақ, онда оған пиар емес, оны пиар өзі іздеп келеді деген пікірдеміз. 100 есім осының дәлелі. Асхат мырза, сіз енді ел-елді көп аралайсыз ғой, облыстарға, өңірлерге барасыз. Сонда мынау адам міндетті түрде ену керек деген ойлар бола ма? Жүз жаңа есімде. Әрине болады. Әсіресе кімге таң қалдыңыз? Мысал ретінде жүз жаңа есімнің ерекшелігі, ол қазіргі өзіңіз айтып кеттіңіз, ол қазіргі жұлдыздарды, әртістерді, ақындарды көрсету мақсат емес. Жалпы еліміздің қазіргі күннің жас батырлары, жаңа батырлары, жалпы аудан деңгейінде, облыс деңгейінде өз танымал тұлғалар бар ғой. Олардың адал еңбектерін, айтор success story дейді ғой. Енді жемісті бір еңбектерін осы біздің халқымызға, бүкіл елімізге насихаттау мақсатында. Жалпы жаңа Олжас дұрыс айтып кетті, толықтай келісем, олар ондай кісілер өте көп бізде. Міне осы жүз жаңа есімге бірінші кезеңде 3000-ға жуық адам өтініш білдірді. Өткен жылы. Былтырғысы. Қазір 1-2 апта болды ғой. Енді 1,5 ай бар.
енді осы сәтті пайдалана отырып барша еліміздің азаматтарын шақырамыз қатысуға. Әрине, мысал ретінде өткен аптада Ұлытау ауданына барып келдік, Қарағанды облысының. Біраз мықты деген жігіттермен, азаматтармен, мықты қыздармен де таныстық. Біраз ерекшеліктері бар, тарихтары бар, бірақ қазір оларды айта алмаймын. Олар өздері осы жылы белсене қатысып, өз құжаттарымызды тапсырамыз дейді. Өкінішке орай бізде қазір айтамыз әлеуметтік желі. Бірақ қазір аудандарда көп жастар отырмайды интернетте. Көбі жұмыс істейді, көз уақыт аса жоқ та интернетке. Сондықтан осы жалпы бастаманы түсінікті тілмен оларға осы сәтті пайдаланып, енді осындай жұмыс жүргіздік, түсіндіріп. 5 әлеуметтік бастаманы түсіндірдік, рухани жаңғыруды, және де осы 100 жаңа есімді олар бәрі білет. Неге десеңіздер, өткен жылында 100 жаңа есімге енді өткен адамдар елбасының өзімен кездесті. Ол да үлкен әсер тигізді деп есептеймін. Қызушылық өте жоғары деңгейде. Қазір күннің өзінде 1-2 аптада шыны керек 100-ден аса адамды хабарласып отыр. Ол тек қана бізге емес, ақпарат министрлігіне, жалпы әр жұмыс тобының мүшесіне хабарласып, қызығушылық танытты. Елімізде жыл сайын шамамен 300-ге жуық адамның аяқ қолдарына ампутация процедурасы жасалады екен. Олардың арасында балалар да бар. Қазірге дейін 22 мыңнан астам мүгедек адамға протездік ортопедиялық көмек көрсетілген екен. Осындай аяқ қолын толық алмастырып, кәдімгідей қозғалып, тұрмыста пайдалануға болатындай технология ойлап тапқан жігіт туралы келесі бейнематериалымызды ұсынғым келіп отыр. Онда ол бейнематериалда жаңа айтып отырмын ғой, әншілер, басқалар, олар енді кеңінен танымал. Бірақ осындай өзінің мамандығының спецификасы аясында бұлай пиар жасай қоймайтын, пиар жасауға құлықсыз азаматтарды менің пікірімше және қоғамның пікірінше де солай болуы тиіс. Осындай азаматтарды біз 100 жаңа есім аясында көрсетіп насихаттауымыз керек сияқты. Қалай ойлайсыздар? Сюжетке назар аударайық. 100 жаңа есім Қазақстанның жаңа келбетін қалыптастыруға бағытталған жоба. Оның жүзеге асуына атсалысып, басы қасында жүргендердің бірі Махаббат Есен де осы 100 жаңа есімнің қазақ қоғамы үшін қажетті жоба екенін айтып отыр. Оның пікірінше тізімге енген тұлғаларды енді әрі қарай қолдау қажет. Осылайша кейінгі ұрпақ жаңа есімдерге қарап бой түзейді. Я думаю, этот проект дарит нам как минимум надежду и веру, что все у нас хорошо, и есть потенциал. Потенциал именно развиваться, потенциал брать должный и нужный пример с тех людей, которые приехали сюда не просто поработать или достичь каких-то личных амбиций, а людей, которые здесь живут и планируют свое будущее. Жас өнертапқыш озат ойлы Мәулен Бектұрғанов та осы тізімге енген дарындардың санатында. Небәрі 24 жастағы қазақ жігіті бірнеше жыл бойы тынбай еңбек етіп, бионикалық протез ойлап тапқан. Бүгінгі таңда жас жігіт жеке меншік компанияны басқарады. Начал я на 4-м курсе, это было в качестве прототипа. Роботизированная рука повторяла движение за живой рукой. После моей разработки, как я завершил ее, я понял, что моя разработка может принести огромную пользу людям с ограниченными возможностями. И я начал серьезно работать над своим проектом. Сейчас мы разработали уже 7 версий бионических протезов. Мы сделали наши протезы легкими, надежными и удобными. Сейчас уже ведутся экспериментальные установки и апробация наших протезов. Елімізде жыл сайын шамамен 300-ге жуық адамның аяқ қолдарына ампутация процедурасы жасалады екен. Олардың арасында балалар да бар. Қазірге дейін 22 мыңнан астам мүгедек адамға протездік ортопедиялық көмек көрсетілген. Бірақ олардың аяқ қолын толық алмастырып, кәдімгідей қозғалып, тұрмаста пайдалануға болатындай технология біздің қоғамда жоқ. Жас өнертапқыш Мәулен осы олқылықтың орнын толтырмақ. В протезе установлена система управления путем считывания импульсов мышц, система электромиографии. Когда у человека нет руки, на той части руки, которая у него осталась, остались и мышцы, напрягая которыми он может управлять протезом. Сейчас ведутся также разработки детских бионических протезов. Мемлекет басшысы тарапынан қолдау тапқан жас ғалым қазір шаруасын дөңгелетіп отыр. Оның айтуынша ниет болса, екі қолға бір күрек қашанда табылады. Тек мақсатты айқындап, соған ұмтылу керек. Жастар өзін дамытуға барлық жағдай жасалған дейді өнертапқыш. Я считаю, что на сегодняшний день молодежи достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы развиваться, заниматься любимым делом и тем самым вносить вклад в развитие нашего государства. Жобаға енген 100 есім бұл 100 жаңа тарих, 100 мақтаныш.
Арамызда жүрген озық ойлы азаматтарды елге таныту арқылы Қазақстанның жаңа бейнесін қалыптастыру басты мақсат болатын. Бұл жоба жалғасын тапса құба-құп. Олай дейтініміз бейбіт күннің батырлары арамызда әлі де көп. Асхат мырза, қалай ойлайсыз, осындай азаматтарды қолдау керек сияқты ма? Әрине, көп көрінбейтін. Міндетті түрде. Олармен бірлесіп арнайы жеке бір жобаларды іске асыруға болады. Жалпы бізде қазір міне 100 жаңа есім болды ғой, шешім қабылданды. Олармен қазір шыны керек қазір әр аймақтарда жастармен бейресми кездесулер ұйымдастырылды. Олардың енді тарихтарын, жеке тарихтарын түсінікті тілмен жастарға жеткізу мақсатында осындай көптеген іс-шаралар ұйымдастыруда. Талғат мырза, енді дипломатия саласының мамандары шетелде жұмыс істейді, әрі жұмыстың спецификасы аясында көбінесе жұмыстар көріне де бермейді. Бұлай көрінбейтін майданның жауынгерлері деп айтуға болады. Бірақ жұмыстары өте ауыр екенін мен білемін, түсінемін. Жаңағы дипломатия саласындағы 26 есім сияқты жобаны ұсынып, соның аясында ең үздік деген мына енді қазақша айтқанда мәмлегер деп жүрміз ғой, мәмлегер дипломаттарды насихаттау көзделген екен. Осы жобаның жай-жапсары туралы тағы да кеңірек айта кетсеңіз. Ал жыл сайын 2 шілде күні Қазақстан, тәуелсіз Қазақстанның дипломатиясы күні ретінде мерекеленеді. Осы орайда биыл біз осы күнді қалай ақпараттық тұрғыда қалай мерекелеп атап өтсек деген ойландық. Осыған байланысты рухани жаңғыруды да байланыстырғымыз келді. Осындай идея пайда болды. Жалпы министрлік басшылығы, департамент директорлары, елбасы тағайындаған елшілерді жұрт біледі, таниды. Ендігі жерде жас дипломаттарды қалың жұртқа неге таныстырмасқа деген өз-өзімізге сұрақ қойдық. Министр қолдады бұл бастаманы, және де рухани жаңғыру аясындағы 100 жаңа есім жобасын қолдаймыз деп осындай идеяны ұсындық. Басшылыққа қолдауға ие болды. Елшілер, құрылымдық бөлімшелер, сыртқы істер министрінің бөлімшелер басшылары өз кандидатураларын ұсынды. 50-ден астам кандидат келді. Неге 26 есім? Олардың жұмыстарын қарастырдық, арнайы комиссия. 26 себебі биылғы жылы Қазақстанның дипломатиясының 26 жылына орайластырдық. Енді ол 26 есімдер кімдер болуы мүмкін? Біз негізі критерий қойдық. Қандай критерий? Жас дипломат болу керек, 35 жастан аспауы тиіс. Жұмыстағы жетістіктері болу керек. Жалпы 35-тен аспауы тиіс. Ақыл өрістері кен, және де... Яғни тек қана жастар еніп отыр ғой сонда? Тек жастарды. Осы жыл тек жастарды ғана көрсетуге тырыстық. Сонда бұл азаматтар министрліктің өзіне орталық аппаратына ма, әлде шетелдегі елшіліктерде істеу керек? Елшіліктерде де орталық аппаратта істейтін дипломаттардан таңдағанбыз. Неге 100 емес 26 деген аз сияқты? Қазақстанның қаншама мемлекетінде елшіліктер бар? Жалпы 92 консулдық пен дипломатиялық өкілдіктер бар Қазақстанның. 92. Олардың арасында 60 елшілік, қалғандары консулдықтар. Барлығы 900 дипломат болса, олардың көбісі 40-тан асқандар. Сонда біраз ойландық. 100 қиындау болады. Себебі дипломаттардың көбісі 40-тан асқан тәжірибелі мамандар. Дипломатияға жастар бармай ма сонда? Жастар барады, бірақ қандай да бір жетістікке жету үшін біраз уақыт керек, біраз еңбек ету керек. Алғашқы 5 жыл мысалға тек біраз техникалық жұмыстармен шұғылданады дипломаттар. Сондықтан бір жағынан сапа емес, сан маңызды деп отырсыздар ғой. Керісінше. Сан емес, сапасы маңызды. Соған енді бұл пилоттық жоба, көре жатармыз. Ендігі біздің мақсат осы 26 тұлғадан мемлекеттік ұлттық деңгейде
100 жаңа есімге кандидат ұсыну. Қазір сол жұмысты қарастырып жатырмыз. Яғни мынау 100 жаңа есімге өздеріңіздің кандидаттарыңыз? Иә. Осы біздің ведомстволық осы 100 жаңа есімге өзіміздің үлесіміз деп қараймыз. Жақсы. Олжас мырза, қалай ойлайсыз? Мысалы, мына сыртқы істер министрлігінің мысалында, үлгісінде әрбір министрлік, әрбір әкімдік, тіпті әр аймақ, аудан, облыс өзінің 100 жаңа есімін неге жасамасқа? Неге біз тек қана ұлттық деңгейде ғана шектелуіміз керек? Көзқарасыңызды білдірсеңіз. Иә, өте маңызды мәселені айтып отырсыз, Қанат мырза. Есіме түсіп отыр, елімізде мерейлі отбасы дейтін жоба бар. Иә. Білесіз ғой, онда әр аудан, облыс, республикаға келеді. Дәл сол секілді бұл жерде де әр ауылдық округ, аудан, сосын облыс, республика көлемінде жасаса, бұл нұр үстіне нұр болатын жұмыс еді. Яғни қолдайсыз, иә? Әрине қолдаймыз. Себебі ауылда да мысалы қаншама кісілер бар, қалай айтсақ болады, жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді, сондай елдің ішіне еңбегі сіңген, жұртқа жақсылығы тиген, бірақ оны айтқысы келмейтін кісілер бар. Мысалы, ақпарат министрлігінің 100 жаңа есімі деген сияқты. Болмаса, сіз оңтүстік Қазақстан облысының 100 жаңа есімі деген сияқты. Иә, қазір Түркістан облысы немесе. Түркістан облысы. Орай келген әңгімені айтып отырмын. Дәл қазір бізде көрерменнен сауал бар екен. Алло, сіз эфирдесіз. Сізді тыңдап тұрмыз. Сауалыңыз кімге? Алло, қайырлы күн. Қайырлы күн. Менің есімім Ерқанат болады. Мұнда студияға келген қонақтарға сұрақ қояйын деп едім. Әсіресе сыртқы істер министрлігінің осында өкілдері отыр ғой. Иә. Сұрағым сол кісілерге бағытталады. Қазіргі уақытта мемлекетте рухани жаңғыру мақаласынан кейін көптеген іс-шаралар атқарылып жатыр ғой. 100 жаңа есім, 100 жаңа кітап деген сияқты. Бірақ та осының барлығына қарамастан қарап отырсақ, еліміздегі жастардың қазіргі уақытта 40% статистика бойынша елден басқа шетелдерге көшіп кету, немесе оқуға кету, жұмысқа кету сияқты дүниелер болып жатыр. Жастар көптеп шетелге кетуге құмар болып жатыр. Осыған байланысты сыртқы істер министрлігінде осы жастардың неліктен кететіндігі жайлы, елде қалуға ешкімнің құлқы жоқтығы жайлы жұмыстар жүргізіледі ме екен? Осы жастарды елде қалдыруға, жаңағыдай сияқты шараларға атқаруға деген сияқты дүниелер қаншалықты мемлекеттік деңгейде рухани жұмыстар жүргізіліп жатқанымен қазір шетелге кететін жастар көп. Екінің біріне сұрамасаңыз шетелге кетуге дайын тұратын мүмкіндік болса, оқуға болсын, жұмыс істеуге болсын. Жақсы, олармен жұмыс жүргізіп жатыр ма деген сауал ғой. Енді 40% деген меніңше көп сияқты. 40% тым Асхат мырза. 40% жастар шетелге кетуге асық деген меніңше әсіре айтылған сөз. Ол енді статистика ондай жоқ сияқты. Біз уәкілетті екеуімізге де сауал сияқты меніңше. Мүдделі мемлекет мекеме өзіміз ғой. Қарап, біздің министрлікте қазір білесіздер ғой, ғылыми зерттеу орталық бар. Жастар деген. Жастар, иә. Талғат Қалиев директор. Бізде жыл сайын біз ұлттық баяндама жасаймыз. Қазақстан жастар 2017, Қазақстан жастар 2018 деген үлкен сауалнама бәрі жүргізіледі. Одан енді шыны керек зерттеу ғой. Әрине, ол міндетті түрде жүйе ретінде, дәстүр ретінде жыл сайын ұйымдастырылады. Бізде біраз енді нақты қазір сандарын айта алмаймын, қандай нәтижелері. Сауалнама не дейді нәтижесі? 40% кетеміз деген, онда енді ешқандай статистика жоқ. Оны шын айтам, ондай мәлімет жоқ. Қазмұнайгаздың жас қызметкерлері шығар мүмкін. Олар тіпті кетпейтін сияқты. Енді былай, бірақ біз ол енді зерттеулер нәтижесі бойынша бір жастардың 1% кетеміз десе, олар қазір бір 10 жағынан бір жағынан өзінің еркі ғой. Мысал ретінде бір жылдары міне Американың құрама штаттарының ең үздік студенті Қуат Есенов деген өзінің қазақтың жігіті болды. Қазір Мәскеуде, Бейжіңде біраз азаматтар білім алып, елге оралып, біздің экономикаға үлесін қосып жатыр. Біраз жігіттер, қыздар бар мысалы. Әр қоғамның әр буында бар. Олар дәрігерлер де, мұғалімдер де бар, дипломаттар да бар арасында мысал ретінде. Қазір ең үздік 26 дипломаттың ішінде көбі шетелде оқыған шығар мысалы. Бірақ қазір келіп еліміздің гүлденуі үшін аянбай еңбек етіп жатыр. Ол да бір мақтанатын нәрсе сияқты. Қазіргі күні әрине көптеген біздің жастарымыз шетелге барып білім алып жатыр, бірақ статистика бойынша как раз зерттеулер жүргіземіз ғой. Көбі елімізге қайтамыз дейді. Сондықтан да ешқандай елбасының өзі айтты ғой, ешқандай қорқатын ештеңе жоқ дейсіз. Қорқатын ештеңе жоқ. Өзім шыны керек, өзім қазір айтып кетсем, бір 2-3 күнге басқа қалаға немесе шетелге бір іс сапармен барсам, елімді, Астанамды, Қазақстан
сағынасың да қатты. Нағыз патриот сезімдер шетелге жүргенде оянады сияқты өзі. Талғат мырзаға сол жаңағы әңгіменің жалғасында бұл негізі жалпы шетелдегі қазақ жастарымен, Қазақстанның азаматтарымен сыртқы істер министрлігі қандай жұмыс жүргізеді жалпы? Жалпы сұраққа жауап ретінде қосарым, Асекеннің айтқаны дұрыс. Мәселе саясатта емес, мәселе идеологияда. Біз ешқандай шектеу қоя алмаймыз. Біз либералды елміз. Керісінше жастар барсын, көрсін, ел жұртты араласын. Есі барда ел таны желіп жүріп дейді. Бізде мысалға кезінде барып шетелде оқып келдік. Қалып қою ойыңызда болды ма? Болды негізі. Әрқашанда ондай таңдау болады әр адамда. Қаласың ба, барасың ба, кетесің ба. Бірақ соңындағы шешім ол өз еліне тек патриоттық тұрғыдан ғана қарау емес. Жалпы басқа елде де сен конкуренттік болуың керексің. Бәсекеге қабілетті болуың керексің. Ешкім сені ана жерде күтіп отырған жоқ. Алқан ал құшақ жая қарсы алып жатқан жоқ дейсіз ғой бір жағынан. Сондықтан екінші жағынан мына сіздің сұрағыңызға байланысты әрине консулдық қызметкерлер жұмыс істейді біздің балалармен болашақ бағдарламасы бойынша жалпы өз бетінше оқып жатқан қызмет жасап жатқан адамдармен жұмыс істейді. Олар үшін біздің елшіліктер, консулдықтар әрқашанда ашық. Консулдық учет деген бар. Сайлау кезінде наурызды бірге тойлайды, бірге мерекелейді. Имидждік жобалар дейсіз ғой. Сондықтан жалпы біздің азаматтар үшін, әсіресе шетелде жұмыс істеп жатқан, оқып жатқан азаматтар үшін біз ылғи да мақтан тұтамыз, және де олардың еліміздің нағыз патриоттар екеніне біз ешқандай күмән жоқ бізде. Тікелей эфирде бұл Рух КЗ Астана телеарнасында. Астананың кодын теріп 39-36-48 телефонына хабарласып, көкейдегі сауалдарыңызды бүгінгі қонақтарымызға қойға болады. Олжас мырза, енді 100 жаңа есім әлбетте патриотизмді нығайтуға бағытталған. Жаңағы шетелге кетіп жатқан жастарға қатысты қандай ойыңыз бар? Бір жағынан оларды кетпе деп айта алмайсың. Оларды аяғын шегендеп, осында қазық қағып қоя алмаймыз бір жағынан. Әрине, жаңа әріптесім жатқанда еліміз демократиялық ел. Бірінші адам құқығы, адам еркіндігі. Оның үстіне қарап отырсақ, мына Қазақстанның көк паспорты әлемдік паспорт күші рейтингінде алдын қатарлы елдерге. Жаңа болмасам, 70-ге жуық елге визасыз бара беруге болады бізге. Оның үстінде бір ой туды да жаңа. Мысалы, бізде шетелге кетеміз дейді. Қазақ айтады, бәлен жерде алтын бар, барсаң бақырда жоқ дейді. Оны барғаннан кейін ол жаңа ел, әр елдің заңдары басқа, иттері қарағасқа дегендей. Неге біз мысалы сол шетелге кетем дегенше осы елді Қазақстанда дамытпасқа. Енді әрбірімізге қазір түрлі жаңалықты, ақпаратты алатын мүмкіндік көп. Күніге қолымызда жаңалық оқимыз. Бірақ біздің қазақтар, қазіргі жастар өзгені үлгі еткенге құмарда. Соның ішінде Финляндия мысалы. Білім жүйесінің 5-ші орында, экономикасы мықты орында. Қарап отырсақ, Финляндияда Ресейдің боданында болды. Жаңа болмасақ 1920 жылға дейін. Сонда Снельман дейтін атақты фин идеологы ит шанаменен жүріп, мысалы 2000 көлі бар ел, батпақ халқы төр көзбен жиі ауырған. Әрбір фин сенің бауырың, әрбір фин еден жуушынан бастап ақсүйекке дейін фин біздің ұлттық рухымыз мықты болу керек деп өттеді. Халық сол үгітке енді. Енді бізге ондай заман бөлек, бірақ әлемді өзгерткің келсе өзіңнен баста деген дұрыс емес пе? Ал ол әлемді өзгерту үшін алдымызда 100 жаңа есім тұр. Әрбірінің өмірбаянын оқысақ, бұл бір жақсы қасиетін алсақ, әр адам ол алтынға айналады ғой. Бір өзінің әр 100 есімнің бір жақсы жерін алып. Мысалы менде Арман Қасымов дейтін жігіттің өмірбаяны өте ұнады маған, әріптестер. Өзіңіз қанша адамның өмірбаянын оқыдыңыз? Мен өтірік айтпаймын, 100-дің үстінде оқыған шығармын. Барлығын тырысып, қарап, мүмкіндігінше. Енді қызық, ол жерде бір нәрсе ескеру керек та бұл жерде. Ол өмірбаяндар әрқалай. Негізгі ол әр адам өзін емес, оның мүмкіндігінше оның айналасындағы адамдар ұсынған тиім секілді. Үшінші формада айтып, мынандай деп. Сонда Арман Қасымов дейтін жігіт мұнай компаниясында жұмыс істейді. Вахталық әдіспен. Бір ай істейді, бір ай демалады Алматыда.
Сосын ол күнделікті жедел жәрдем көлігінде көмекші болып істеген. Тегін, ақысыз, пұлсыз көмектеседі. Сол жігіт отырады да 3 жылдан кейін айтады: осындай мен жұртты шақырам, көмектесейік жедел жәрдемге деп. Сол кезде айтсам сенбейсіздер, 300 адам тілек білдірген. Біз де көмектесеміз жедел жәрдемге барып деп. Міне қандай көмек. Сондықтан осындай патриот азаматтарды насихаттау керек дейсіз. Насихаттау керек, оқу керек. Сосын жанымыздағы біз бір кемшілік тұсымыз бар, ол жанымыздағы жақсыны көрмеуге, оны жасыруға тырысамыз. Оны жарқыратып көрсетіп, мысалы, мынандай бар еді деп ұсынсақ, ол қандай керемет. Мысалы, адамға көп нәрсе керек емес бақытты болуға. Тек қана бір ауыз сөз, жылы сөз. Бір-бірімізді көтеру керек дейсіз ғой. Үлгі тұтқан азаматтар ғой енді. Бізде қазір енді қанекей бір ауыз сөз бола ма? Жеке өміріне енді шетелде жаңа сұрақ болды ғой жастар туралы. Өзім Мәскеуде оқығам, тұрып оқып, біраз жұмысқа ұсыныстар болып еді, бірақ өзіміз елге оралып, қалалық Нұр Отан партиясында 3 жыл жұмыс атқарғанбыз. Және де бакалавриатта оқығанда біздің Еуразия ұлттық университетінің бүкіл студенттеріміз барлығы бір топта, бір жатақханада тұратындар, бәрі магистратура шетелге кетті. Манчестерде, Америкада, Қытайда оқыған. Бірақ қазір әлі жақсы араласамыз ғой, бәрі елге оралып, 100% елге оралды. Қазір Атырауда, Тенгизде жүріп жатыр, Астанада жұмыс істеп жатыр, Өскеменде, Шымкентте 100% таныс достарымыз 100% оралды елге. Жұмыс істеп жатыр әр салада. Осындай патриот азаматтарымызды насихаттауымыз керек. Өйткені халқымызда айтатын, бір адам 1000 адамға олжа салады дейді. Ендеше сондай азаматтар келіп өзінің үлгісі арқылы көптеген жастардың рухына рух бітіріп, қанатына қанат бітіріп, шабытын істесе, соның өзі үлкен олжа деп ойлаймын. Енді мемлекет басшысы да о баста конкурсқа ұсынылған осы көптеген үміткерлердің барлығы да назардан тыс қалмау керектігін айтқан болатын. Өйткені ел арасындағы, мысалы, сондай азаматтардың бірі Омар Ташы, Анатолий секілді жігіттер бар. Сол жобаға енбей қалса да, өз саласында үздік болып жүрген азамат туралы келесі бейнематериалды көрсеткіміз келеді. Режиссерлар қоссаңыздар екен. 100 жаңа есім халық арасында кең талқыға түскен, жалпы ұлттық сипат алған жобаның бірі. Елбасы айтқандай өздерін сөзбен емес, іспен дәлелдеп жүрген жандар жұрттың көзайымына айналып та үлгерді. Өйткені олардың өмір жолы, жеткен жетістіктері расымен үлгі боларлық. В 13 лет я стал студентом, в 17 магистрантом, а в 18 лет защитил магистерскую диссертацию. Уважаемый Нурсултан Абишевич, вы дали нам, молодежи, возможность не просто жить или существовать, вы дали нам возможность творить и процветать. Спасибо вам большое. Ендігі мақсат іріктелген жаңа есімдердің кеңінен танылуына бар жағдайды жасау. Жеке тұлғаны насихаттау үшін емес, өз арамыздағы жандардың өмірбаяны арқылы басқаларға қозғау салу, идеалды алыстан немесе өткеннен іздемей, жақсы адамдар жанымызда екенін дәлелдеу. Ақылың мен еңбегің екі жақтап, жетістікке жетелейтінін нақты мысалмен ұқтыру, сананы өзгерту. Я не хочу сказать, что не все люди равные, не все люди талантливые. Даже на земле очень малое количество людей заканчивают университеты. Но ведь мир живет же планета. Живет же планета. И поэтому молодежь должна быть целеустремленная. Нам нужны не обязательно университетские дипломы. Нам нужны очень хорошие повара, за которых цепляются все, например. Если ты специалист в своей профессии, тобой будут дорожить, тебя будут ценить. Жоба үздіктері жарияланғаннан кейін ел арасында алуан пікірлер айтылды. Әр аймақтың, тіпті әр саланың өз жүз есімі болу керек. Сонда бұл жоба бір жүйеге түседі дегендер де бар. Ұсыныстардың түсуі идеяның бұқаралық сипат алғандығының бірден бір көрінісі. Ал мемлекет басшысы о баста конкурсқа ұсынылған 2100 үміткердің барлығы назардан тыс қалмау керектігін айтқан. Өйткені ел арасында Омар Ташы, Анатолий секілді жігіттер жетеді. В семье у нас пчеловодов не было, и бизнесом я тоже не пробовал ранее заниматься. Родственники, друзья говорили, будет сложно. Ну, честно признаться, первое время так и было. Сам факт, что ты бросил город уютный, да, все, и пошел туда, на природу, на просторы Казахстана. Великое дело. Когда человеку трудно, сидит, грустит и не знает, что делать. Вот эта дверь закрылась и не знает, что рядом есть другая дверь. Подойди, открой ее. Это ты так сделал. Молодец. Спасибо.
Тәуелсіз Қазақстанның 100 жаңа есімі жаңғыру жолындағы жарқын істерін жалғастыра бермек. Ал ел ішінен еңбегі елеуге тұрарлық әлі 100 емес, мыңдаған тұлғалар шығатыны да сөзсіз. Талғат мырза, бір қызық сауал қойғым келіп отыр. Жағы Анатолийдің үлгісі мынадай ой салды. Мысалы, Сыртқы істер министрлігінде енді күнделікті өмірінен бөлек шетелде бір қайырымдылықпен немесе түрлі бір қоғамдық жұмыспен айналысатындар бар ма? Немесе өзінің бір жеке енді кәсіпкерлікті жасай алмайды ғой, мемлекет қызметкері болғандықтан. Дегенмен өзінің бір хоббилары бар, осындай азаматтар бар ма? Соларды мүмкін шығару керек сияқты. Енді мүмкін елшілікте осындай омарташы бар шығар. Қалай қарайсыз? Әрине бар, өнерлі біздің жігіттеріміз, қыздарымыз бар, ән айтатын, би билейтін. Өзім мысалға Венада жұмыс істеп жүргенімде Егемен Қазақстанның тілшісі болғам. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде бас редактор президент Сауытбек ағамыз ұсыныс бойынша келген. Сол кезде мысалы сондай жұмыстарды атқарып жүрдік. Мысалдар бар, оларды жақсы идея, оларды мысалы Францияда мұрагер Сауранбаев бар. Дұрыс айтасыз. Мұрагер Сауранбаев, жалпы Францияда бізде өте сондай өнерлі елшілік, Асқар Абдрахманов деген жігіт. Елшінің өзі де өнерлі азамат. Жақында мынау газеттегі бір қазақ әншісінің сонау Франциядағы Әміре Қашаубаев туралы мақалалар жинақтап, өз беттерінше архивтерге барып, жалпы еліміздің беделді азаматтары туралы ақпарат жинақтап, мұндай жұмыстар әрине жүргізіледі және де құпталады. Бір жағынан бұл елшілік қызметкерінің міндетіне кірмейді, бірақ өзінің жеке бір миссиясы сияқты. Қоғамдық белсенділігі ғой. Жалпы қазір біз атамыз Сұлтан Бейбарыс атамыздың сөзі бар ғой. Өзге елде сұлтан болғанша өзге елден ұлтан бол дейді ғой. Сондықтан да елшіліктен тыс жүрген жігіттерге, қыздарға айтарымыз, елімізге келіп жұмыс істеу керек деп есептейміз. Бір жағынан олар шетелдегіде Қазақстанды танытып жатыр ғой. Елге кел дей бергеннен не шығады бір жағынан? Жуырда елбасымыз Түркменстандағы жаңа елшісін тағайындады, Жандос Асанов деген кісі. Ол кісі жұбайы екеуі елшілікте отырып, бос уақытында тұңғыш қазақ ағылшын сөздігін жасап шықты. Кәдімгі қомақты еңбек. Сондай бар, мысалдар бар. Қанат мырза енді ой қозғайды дейді ғой. Мына біз былтыр білесіз бір қиырда қазақтар деген жоба жасадық. Сол кезде біз енді мүмкіндікке орай Моңғолия. Бүкіл әлемді шарлап шықтыңыздар, иә? Бүкіл әлем емес, енді осы Еуразия кеңістігінде. Ресей, Астрахан мен Түмен, Моңғолия, Тәжікстан, Өзбекстан, Қытай, Мажарстан, Венгрияға баруға сәт түсті. Әлде де жоспарымыз бар. Дерек бойынша айтайын дегенім, әлемнің 33 елінде 5 миллионға жуық қазақ бар. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Германия мен Израильден кейінгі отандастарын қабылдайтын 3-ші ел әлемдегі. Сол біз шеттегі алыс жақын ағайындардың да осы 100 есімін жасасақ деген ойымыз бар. Себебі ол, мен қарадым ғой енді, тәжірибемен айтайын, әрбірінің жүрегінің бір бөлшегі Қазақстанда жатыр. Құдасы, нағашысы, бөлесі Қазақстанда тұрады. Екі елдің саудасына, байланысына үлесін тигізеді. Сондықтан мен осы ұсынысты айтар едім. Шетелдегі 100 жаңа қазақ деп. Шетелдегі 100 жаңа қазақ. Бәрекелді, мінекей ойды ой қуат. Сыртқы істер министрлігінің өзінің жобасы бар, сіздердің өздеріңіздің жобасы бар. Бәлкім Асхат мырза осы жастар саясатында да 100 жаңа есім деп қалай ойлайсыз бір? Әрине. Осы хабар бір жағынан бізде тудырады ғой. Бізде шын айтқанда 100 жаңа есім енді ол екінші кезеңі ғой. Бірақ бізде дарын сыйлығы бар. Дарын сыйлығы. Ол да бір әлеуметтік лифт қой бір жағынан. Ол 92 жылдан бастап ол үкіметтік енді жастар саясатын жүрген ең мықты деген сыйлығымыз. Сіздің келуіңізбен қателеспесе мына оның сыйақысы да көтеріліп отыр, иә? Ол енді жалпы жоба қазір әлі. Үкімет тарапынан қолдау таптық. Жалпы мүдделі мемлекеттік мекеме ретінде осы жылда енді жоба ретінде 3 есе көтерейін деп жатырмыз. Неге десеңіздер, қазір ол енді ең абыройлы сыйлық деп есептейміз жастар саясатына, жастар арасында, және де өткен жылдан бастап жыл сайын берілетін болды. Енді 1-2 күніміз қалды. Ізденушілердің құжаттарын
қабылдауға дайынбыз. Осы жыл енді тәуелсіздік күніне орай біз енді шешім қабылдап, жаңадан енді 10 номинация бойынша дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаттарын енді марапаттаймыз. Осы жылы және де үлкен форум ұйымдастырайын деп жатырмыз. Қазіргі күні осы 25 жылдың ішінде, 26 жылдың ішінде біз 226 дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаттары бар екен. Әр 10 номинация бойынша спортта да бар, қоғамдық қызметте де бар, мысалы, әдебиетте де бар, классикалық музыкада бар, шығармашылық өнер. Мысалы, Дихан Қамзабекұлы, Қалқаман Сарин, Берік Уәли, Қайрат Нұртасты, Денис Тенді, Кертаев көптеген енді еліміздің елеулі халқымыз қаулы азаматтар болып қалыптасқан. Олар негізі жастар саясатынан бастап дарын мемлекеттік сыйлығының лауреаттары болды. Сондықтан да дарын мемлекеттік сыйлығымыз жастарының ол нағыз әлеуметтік лифтілер бір түрі. Жүз жаңа есіміз 226 есім шығардық. 500 есім шығара аламыз біз, шыны керек. Жастардың арасында көптеген дарынды балалар бар. Тікелей эфирде бұл Рух KZ Астананың кодын теріп 39-36-48 телефонына хабарласып, біздің қонақтарымызға көкейдегі сауалдарыңызды қойға мүмкіндік бар. Мен сауалымды Талғат мырзаға қойғым келіп отыр. Былтырғы бірінші кезеңі бойынша осы 100 жаңа есім анықталды. 3000 талапкердің ішінен. Сыртқы істер министрлігі соларды насихаттауда, дәріптеуде қандай жұмыс атқарып жатыр? Жалпы бұл жоба біз үшін жақсы мүмкіндік. 100 жаңа есім, олардың өмір баяндары, олардың жетістіктері арқылы шетелдік аудиторияға, шетелдік қоғамдастыққа Қазақстанның бүгінгі жетістіктері туралы айтып беру. Нақты тағдырлар арқылы, олардың жұмыстары арқылы. Сол жұмыстың аясында шетелден келетін журналистер болсын, пресс-турлар ұйымдастырамыз. Сол 100 жаңа есімнен адамдарды шақыртып, қызықты, сол журналистерге қызықты мамандықтар бойынша осындай сұхбаттар ұйымдастырамыз. Астана Таймс деген газетте арнайы айдар бар, сол 100 жаңа есімге арналған ағылшын тілінде. Бұл жұмыстың тағы бір қыры. Астана Таймс ағылшын тілінде шығады? Астана Таймс газеті осы Қазақстанда шығатын. Тағы бір қыры ол сыртқы саясатқа қоғам қайраткерлері, саясаткерлерден басқа бизнесмендер болсын, сыртқы саяси ведомствоның жұмысына тарту. Яғни бізде қоғамдық кеңес бар, және де осы жылдан бастап біз сол 100 жаңа есім жобасынан адамдарды тарттық. Мысалға, Зарина Сауытбаева биотехнолог, қазір осы сыртқы істер министрлігі жанындағы қоғамдық кеңестің мүшесі, және де өзінің үлесін қосуда, өзінің қызықты бір идеяларын кейде ұсынуда. Жалпы ғылым, университеттік қауым сыртқы саясаттан нені күтеді, қандай қолдау қажет керек екен, осы тетік арқылы біз біліп отырамыз. Тамаша. Жаңа Асхат мырза, сіз айтып өттіңіз, биылғы 100 жаңа есім жобасының екінші кезеңінің бір ерекшелігі бар. Қандай ерекшелік? Бізде 1,5 минут уақытымыз қалды. Жақсы. Ерекшелігі бар. Мысал ретінде осы жылы азаматтарымыз, Қазақстан азаматтар өз-өзін ұсына алмайды. Жалпы бір шектеу бұрын ұсына беретін. Бұрын олай бірінші кезең ұсынылай болды. Қазір екінші кезеңде біз тек қана мемлекеттік мекеме, немесе атқарушы орган, немесе үкіметтік емес ұйым біздің үміткерлерді ұсына алады. Жалпы бір ұжым, университет, колледж болсын, бір енді ұжым, үкіметтік емес ұйым ұсына алады. Кез келген мекеме ұсына алады. Және де 18-ге толған азаматтар, әрбір азамат қатыса алады. Бірақ өз-өзін ұсына алмайды да. Ол не үшін керек болды? Ол енді үлкен жауапкершілік. Неге десеңіздер, осы көптеген енді өмір баян дейді ғой, көптеген сыйлықтың лауреат дейді, оны тексеру керек. Оның жауапкершілікті біреу жүктеу керек та, мысалы. Үкіметтік емес ұйым өзіне жауапкершілік алып, осы азаматты ұсынады. Бірақ осы ақпарат бойынша олар өздері жауапты. Бір жағынан ертең жеңіп жатса, сол мекеменің де беделі. Әрине. Сол үшін таза болу үшін жалпы адал еңбектерін енді дұрыстап таныстыру керек халыққа деп есептейміз. Биылғы талапкерлерге тілегіңіз, Олжас мырза? Биылғы талапкерлерге тілегім, елімізге еңбегі сіңген, өзі заманға лайықты, өзіне сенімді тұлғалар енсе деген үмітіміз бар. Және басты тілегіміз Қазақстанның ертеңі үшін, еліміздің болашағы үшін, елбасының саясатын қолдап, еліміз үшін жұмыс істейік. Рухымыз жаңғырып, санамыз осын, Қазақстанның 100 жаңа есімінің шартарапты шарлай берсін. Есен саулықта жүздескенше.